Тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Шырмалған тағдыр 19-20 бөлімдері. Қазым бұндай өтірікшілерді суқаным сүймейді. Жұмыстан кет деді Мәртке. Ведатты жұмыстан қуған сен ғой деді. Сонда да Мәрт мойындамады. Мадиже жұмыс іздеді, бала қараушы болып. Сол кезде есікті біреу қаққандай болды. Есікті ашып қараса, Нермин келіп тұр екен. Мәдиже қалың қалай деп. Қазым Ахметке Румыниядан мәселесін шешіп келгендіктен $5 миллион берді. Оны естіген Жиһангердің көзі шарасынан шыға жаздады. Тілші болса, Мәртпен сумен байланысты. Олар ішік әулетінің масқарасын шығарып көзін құртпақшы. Нермин, Мадижеге менің аяғым ауыр. Мен ауруханадан Қазым мені қатты сағынып кеткендіктен келдім. Біз балалы боламыз деді. Оны не үшін маған айтып жатсыз деді. Мадиже, мен сені қатты жақындартамын, құрбымдай көрем деді. Сол кезде Перен ханым келіп қалды. Нерминді көріп, Нермин, сен мұнда неғып жүрсің деді. Сен ауруханада емес пе едің деді. Иә, Қазым мені қатты сағыныпты. Сол себепті келдім анашым деді. Мен қазір кетіп барам. Абай болыңыз өзіңізге деді. Зафир Ахметке келіп, менің әйелім Серадан аулақ жүр деді. Уайымдама, ол менің ескі досым деді. Перен ханым Сараға келген себебі ауруын емдетпекші болған. Сол кезде ауру қатты ұстап құлады. Ал Мадиже болса Қазымға хабарласты. Қазым дереу анасының ауруын естіген соң дереу келді. Сөйтті де анасының аз ғана уақыты қалғанын, сырқаты бар екенін, өлімі жақындағанын естіген Қазым қатты қайғырды. Ал Перен ханым оған көп нәрсені уәде етіп аманаттап кетіп баратыр. Ал Мадиже болса бәрінен шаршап, бәрінен қажып, жылап анасымен сөйлесті. Апа, мен бәрінен шаршадым. Мен барлығына міндеттімін бе? Ақшам да таусылды деді. Сол кезде Коко келді. Мадиже, саған не болды? Неге жыладың деді. Мұнаның үшін айнадай қып, адам танымастай қып, әдемі етіп жинап қойыпсың ғой деді. Сол кезде Коко, біз мұны асхананы үлкейтеміз деді. Сера Ахметке келді. Сол кезде Сера Ахмет, мен не үшін шақырдың деді. Еркек екенімді еске алу үшін деді. Мен ойлағанымды сен де ойлап тұрсың ба деді Сера Ахметке. Иә деді. Ахмет Серадан шығып Мадижеге хабарласты. Мадиже, бүгін кешкі асқа шықсаң қайтеді деді. Жоқ, ренжіме, менің бір құрбым келіп еді, соның көңіл күйі жоқ деді. Онда мен сен жаққа барам деді. Перен ханым мен Қазым бірге келе жатты. Мадиже қанданнан кешірім сұрады. Қазым анасын ауруханаға, өзінің жасырын ауруханасына апарып тексертіп жатыр. Нермин болса Ахметке бір алқа берді, осыны Мадижеге бер деді. Екеуі махаббаттарың шынайы ғой деді. Тілші болса Мәртпен сумен тығыз байланысты. Семинді кім өлтіргенін және ішік әулетінен бір адамның қатысы бар екенін білмекші. Олар бір адамның бейнежазбаны алмақшы. Перен ханым, яғни Қазым анасына, мен сіздің сүйікті ұлыңызбын ғой деді. Сіз менің ең сүйікті анамсыз деді. Анасын отырғызып кетті. Ал Қандам мен Мадиже Ахметті күтіп, сыртта күтіп отырды. Екеуі әңгіме дүкен құрып, Қандан Қазым туралы сұрады. Қойшы, Қазым туралы айтпашы деді Мадиже. Мадиже Кокоға келді. Сол кезде артынан Ахмет гүлін алып Мадижеге келіп қалды. Қазым үйіне келсе, Нермин әп-әдемі болып сұлуланып Қазымды күтіп отыр екен. Қазымның қолынан жүріп кешкі асқа апарды.
Көкө, Мадиже, Ахмет үшеуі кешкі ас ішті. Сол кезде Мадиже Көкөні біреулер бопсалап ақша беріпті. Көлік апатына ұшыратқан адамдар. Оларды полицияға берейік деп айтсам да, көнбей отыр деді. Неге бермейсің деді Ахмет. Ал Қазым болса қайғырып отыр. Қазым анасының сырқаты жайлы тексерістерін барлығын білді. Есік сыртынан оны нермен тыңдап отыр. Ал Қазым болса қайғырып отыр. Қандан Мадижеге хабарласты. Ведат хабарласпады ғой деді. Қазымға хабарласып берші деді. Жарайды, саған бір жауабын біліп берем деді. Мадиже сыртқа шығып Қазымға хабарласты. Қандан ертең полицияға бармақшы. Ведат қашан хабарласады деді. Ертең таңертең хабарласады. Жарай ма деді. Жарайды онда деді. Сера Ахметке хабарлама жазып, бүгінгі күн өте керемет болды деді. Бірақ ол екі саусағы бар смайлик жіберген кезде Сера қатты ашуланды. Зафир не болған түсінбеді. Кіммен хат жазысып отырсың деді. Ешкіммен деді. Зафир Сераны Ахметпен кездесіп келгелі өзгергенін білді. Берен ханым Қазым Ахметті шақырып алып Мадижеге үйлендірмекші, және де оған үй алуын өтінді. Мадиже Ахметке Қазымға хабарласып еді. Қазым телефонын алмады. Ол психологта отырған еді. Ал Қазым психологқа ішкі сырын айтып жатыр. Мен анам екеуміз енді жақын боламыз. Жауласуды қоям деді. Сөйтті де Қазым психологтан шығып Мадижеге хабарласты. Мадиже Қанданның полицияға кеткенін айтты. Оны тоқтат деді Қазым. Ахметті жиһангер бопсалап 5 миллион долларын беруін өтінді. Бермесе осы видеоны Мадижеге көрсететінін және полицияға тапсыратынын айтты. Мадиже мен Қандан ауруханаға келді. Яғни Ведатқа келді. Оны Мадиже не болған түсінбеді. Ал Мәрт ішіктер туралы видеоны алу үшін ақшадан қалды. Бір алаяқтарға алданған сияқты. Ал Мадиже бұл ауруханаға келгенін түсінді. Мен бұл ауруханаға келгем деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркелеміз.